бүгін ағаларыммен бірге оңды деген ауылға бара жатырмын. Әбіш Кекілбаев атамыздың көруге және Жәнібек Қожық ағамызбен бірге кездесуге бара жатырмын. Құрметті достар, мен ағаларыммен бірге Маңғыстау облысындағы Оңды ауылына Әбіш Кекілбайұлы атамыздың туған жеріне келдік. Қазір мен Жәнібек Қожық ағамнан сұхбат аламын. Алып кеттік. Оңды ауылының кіреберісінде бізді осындай аналы ескерткіш күтіп алды. Ол аналарға арналған ескерткіш. Аналарымызды аялайық. Оқырмандарым, Маңғыстау облысындағы Оңды ауылының тұрғыны, қоғам қайраткері, ұлттық кеңесінің мүшесі Жәнібек Қожық ағама мен қонаққа келіп отырмын. Ал танысып қойыңыздар, Жәнібек Қожық ағам. Рахмет. Сәлем бердік аға. Амансың ба? Жәнібек аға, сізге Ақтаудан Оңды ауылына жарым сағат жол жүріп әдейі келдім. Бұл ауылда халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлы дүниеге келді, тәрбие алды. Киелі Маңғыстауда жерінде қуаттанды. Әбіш атаның желесі болғандықтан сол атамыз туралы айтып беріңізші. Рахмет айналайын. Талабыңа нұр жаусын. Әбіш атаңды сұрап, Әбіш атаңды білгің келіп жатқаныңа көп ризамыз. Әбіш атаңдай болуға тілектеспіз. Әбіш атаң тек қана қазаққа емес, бүткіл күллі әлемге белгілі алып тұлға, әдебиеттің үлкен мұхитына құйылып отырған үлкен дария, сондай адам. Әбіш атаңыз осы Оңды ауылында 1939 жылы 6 желтоқсанда осы ауылдан 30 шақырым жерде Мырзайыр Басқұдық дейтін жер бар. Сол жерде бір құдық бар. Сол құдықтың қасында дүниеге келген Әбіш атаңыз. Ол дүниеге келгенде оның азан шақырып қойған есімі Әртел екен. Әртел дейтін сөз сол уақытта кеңес үкіметі құрылып, шаруашылықтарды біріктіріп отырған соның колхоздың аты. Соған ер бала, алдында 3-4 апалар болған, содан кейін көптен күткен ер бала болғаннан кейін бір жағынан тіл көз өтпесін деген болу керек, сосын Әртел деп қойған. Сол Әртел әкесі 42 жыл соғысқа кетеді. Одан кейін осы алғашқы бастауыш сыныпты осы Оңды ауылында оқиды. Ол мектеп қазір орында жоқ, құлап қалды. Сондай сөйерден бастап оқиды. Бір оқуға кетерде Таушық дейтін жер бар, осы жерден 100 шақырым жерде. Сөйерден ол мемлекеттік аттестат алады. Сөйтіп жатқанда, оқуға кетейін деп жатқанда, ел дейтін ат ыңғайсыз болады. Ол 1956 жыл еді, 17 жасында. Содан кейін сол кісі үлкендермен кеңесіп, сенің атың Әртел деген ыңғайсыз болар деп, Әбіш деп өзгертеді. Содан бастап Әбіш болып кетеді. Бірақ Оңды ауылының үлкен тұрғындары, үлкен Әбіштің балалық Әбішті көрген кісілер оны Әртел деп атайды. Әртел деп атайды. Сондықтан да қысқаша Әртелдің оқиғасы осындай. Екінші тағы да бір нәрсесі, Әбіштің мамасының аты Айсәуле дейміз, Ай-ана дейміз. Ол шындығында оның шын есімі азан шақырып әкесінің қойған Күнсәуле екен. Қазақтың дәстүрі бар. Ол Кекілбайға тұрмысқа шыққаннан кейін оның қар енесі Әбіштің әжесінің аты да Күнсәуле болған екен. Бір үйде 2 Күнсәуле болу ыңғайсыз. Ол кезде енесінің атын айтуға болмайды. Үлкен кісі, содан кейін абысындары бәрі бірігіп, бұның есімін Айсәуле деп өзгерткен екен. Содан кейін тарихта мәңгі Айсәуле деп аталып қалды. Бұның
Себебі сол Айсайлы әлем анаңыз жаңа өзің көрген Қамысбай қауымында жатыр. Әбекең тірі кезінде оның басына күмбезді мавзолей мазар орнатты. Бер жағында Айсәуле деген анамыздың бүткіл аналардың құрметіне қойылған Айсәуле дейтін ескерткіш бар. Оны да көрдің. Бәр жастар, жаңадан үйленген ауылдың балдары, жашбайлар соның басына барып тағзым етеді, құрмет көрсетеді. Сондай. Жанбек аға, Әбіш Кекілбай ұлы атамыз 10 жасар болған, яғни мен қатар болған кезде қандай болған екен? Ол Әбіш ағамыз, атамыз өте білімпаз болды. Ол мектепке бармай тұрып, апаларынан қаттануды үйреніп алған екен. Бұлай айтқанда, бірінші сыныпқа барғанда, ол оқып, жаза және есеп шығара білді дейді. Оған Алла тағала дарынды берді. Ол 3 жасын үшінші классында екпінді неге егін екпейді деген алғашқы мақаласын жазған. Біздің ауылда қазіргі аудан, Маңғыстау ауданы деп аталады. Сол жерде Жаңа өмір дейтін газет бар. 41-ші жылы шыққан. Декабрьде шыққан. Желтоқсан айында. Сонда сол ол кез Сталин жолы деп аталады екен. Сонда осы жерде екі колхоз бар екен. Екпінді Ақырап дейтін колхоз. Сол екпінді дейтін колхоздың бұлақ, жаңағы бұлақты сырттан көрдің ғой, оның бұлақ ағып отырған бұлақ. Сол бұлақ ағып су далаға кетіп жатыр. Бірақ адамдар мал бағатта егін екпейді. Соны Әбіш атаң сынайды. Судың астына неге қауын қарбыз екпейді, неге егін екпейді. Сол газетке шығады. Әбіш айтады. Өз құлағымен Әбекені естігенім. Сені колхоз бастығы шақырып жатыр, тез жетсін дейді. Зәрем кетті. Кішкентай бала 10 жастағы. Неге шақырып жатыр? Шешесінің өзі де зәресі кеткен. Себебі Әбіштің аталары бай болған. Мүмкін ұстап жібере ме, басқа бере ме. Келдім. Колхоздың ол кездегі кішкентай ғана кеңсесі адамнан лық толы отыр екен. Мен білмеймін, ауданнан, таушықтан бір адам келіп әңгіме айтып жатыр. Бір-біріне арасына күледі. Біз бір бұрышта отырмын. Ешкім менен ісі жоқ. Ешкім маған ұрысқан жоқ, ұрған жоқ. Не айтқанын білмеймін. Бәрі дұрыс. Егін егетін болдық сен баланың деп, бәрі маңдайымыздан сипап, рахмет айтып шығарып салды дейді. Сонда артынан манағы егін егіп, қауын қарбыздар шықты дейді. Сонда егер де маған, сол кезде маған ұрысқанда дейді, мен онда жазушы болмай кетуі мүмкін еді дейді. Олар маған мұның дұрыс, тағы да жаз, сенің жазған дұрыс болды дегеннен кейін осындай жазушы болды. Ол сол тағы да 10 жасында каникулда ауылына геологтар келеді. Геологтар білесіз ғой, таудың үстінен алтын, кен, шойын сондай қарап жүрген. Соның ішінде қазір ат жөнін дәл ұмытты ма? Бірақ кітабында бар, бір академиктер болады. Мына Бескемпір, Жезбас дейтін Әбіштің кітабында үлкен мақалалар бар. Соны іздеп жүрген, соның қасында Әбіш, біздің ауылда бір орыс жоқ. Бір орыстың моласы да жоқ, тірі орыс жоқ, телевизор жоқ, қазіргіде сотка ештеңе де жоқ. Тек қана словардан үйренген ғой орысшаны, словардан. Соны қасына орыстардың еріп 3 ай бойы жүреді. Содан кейін орыстар қалған 1 айында, 2 ай бойы жүргеннен кейін, оны қазіргі Санкт-Петербург, ол кезде Ленинград деп аталады, сояққа алып кетеді өздерімен бірге. Сонда мамасы қорқпай, соған орыстарға ертіп жүрді. Сол кезде ол өте жаңағы орысшаны жетік білді дейді. Жетік кәдімгі оқитын еді. Сол Әбіш атаңыз 9 классқа келгенде мақалалар жазып тұр дейді. Оған дейді мақалалар. Жазушы Қангелдиннің тағы да бір ұрлығы дейтін жазушы Қангелдин дейтін кісі кітап жазса, оның алдында Москвадан әкеліп оқыған кітабының
көшіріп алған екен, қазақша аударып алған, оқиғасы бір, соны сынайды. Сосын бүткіл жазушылар отырып, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, үлкен кісілер, солар бірігіп, мына баланы оқуға шақыру керек деп, мектеп бітіргеннен кейін 2 жыл қой бағуға жіберейін деп жатқан жерінен оны алып қалып, оқуға жібереді. Оқуға жібергенде Әбіш атаң манаға Әбіш әртел деген атын Әбіш қылып өзгертіп, осы жерден Құлсары дейтін жер бар, пойыз жүрмейді, соған Бадыбоз бар, соның қапталымен кетіп, одан кейін Атырауға барып, одан пойызбен Алматыға барады. Алматыға барып, тағы да Әбекең айтады, шет жағында тұрдық дейді. Содан оқуға келдім, Қазақ мемлекеттік университеті екен, әлде педагогикалық мұғалімдер институты екен, Абай атындағы сол екен, соның бірінде. Содан мен келсем, уже дайындап жатыр екен дейді. Бітіп жатыр екен дейді. Кешіп қалдым дейді. Таңертең ерте тұрғанда. Содан жалындым. Олар айтты дейді, алыстан келген бала ғой, меселін қайтармайық. Бір сөйлем жазып бер, соны талдап бер деп айтты дейді. Содан кейін Әбіш Ондыдан ауылдан шықтық, осында келдім, арман қуып, міне кешігіп қалуға сәл қалдым деп құрмала сөйлем жазғанда 2 бет, нүктесі жоқ жазып берген, және оны талдап берген. Ананы оқып отырған адамдар таң қалған, мүмкін емес деп. Сөйтсе, мүмкін, қате жоқ. Анандай құрмала сөйлемді жазушылардың өзі жаза алмайды. Содан кейін оны университетке алған. Содан университетте оқып жүрсе, Мұхтар Әуезовтер бар, ол 2-ші курс студенті, барса бір үлкен жиналыс болып жатыр. Жазушылар бір-біріменен қырқысып жатады. Сенікі дұрыс емес деп. Сонда Әбіштің айтқан сөзі бар. Қызғаныштың қызыл иті алыста жүріп ұлса, жүрегіңді сыздатады. Жақында келсе, балағыңды қанатады. Біз осындай дау-дамайды қоятын кез жетті ғой деп сөйдейді. Үлкен жиналыс бітеді, Мұхтар Әуезов баратын жеріне, тамақ ішетін жері бар ғой жиналыстан кейін, соған бармайды. Ана адай бала бізді өлтірді. Соның сөзі дұрыс болды деп бәрі таңғалып сөйтеді. Міне Әбіштің бір ғұламалық кезінде, бала кезінде бастап, студенттік кезінде дейінгі эпизодтар сол. Әбіш аталарының кеше кеңес өтінің кезінде де осы ауылға келіп, Мінерді Мұқыр дейтін ағасының үйі болды. Сода еркін жатады. Біздер баламыз, қасына барамыз, әңгімесін тыңдаймыз, садақа тойларға келеді, сөйтіп жүреді. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін, Әбіш мемлекеттік қызметте болғаннан кейін көп жазуға мүмкіндігі болған жоқ, көп айтуға мүмкіндігі болған жоқ, уақыттар санаулы болды, тек келіп жүрді. Оның алдында бір еркін сөйлесетіндік. Әбіш атамыздың бір-екі қызық әңгімесін айтып беріңізші. Енді Әбіш атаңыз көп келген сайын әңгімелер айтады. Енді қызық оқиғалар қапелімде менің есіме түспей жатыр. Өткенде Каспий достастық елдерінің саммиті болды Ақтауда. Иран келді, Ресей келді, Әзербайжан келді, Түркменстан келді, бас қосты. 90 жылдардың кезінде сол ауылда клуб дейміз, мәдениет үйінде үлкен жиналыс болды. Сол жиналысқа бардық. Солда мен Каспий мәселесі қалай шешіледі? Бұл теңіз бе, әлде көл ме? Теңіз дейін десең, ол мұхитқа шектесу керек. Көл дейін десең, көлден үлкен, бірақ канал арқылы шектеседі.
осының мәртебесі қалай шешіледі дегенде ол айтылған. Қазір бұның мәртебесі шешілмейді. Бұған біз тәуелсіздігімізді әлі нығайтуымыз керек. Өзгелерменен тең санасасындай қылуымыз керек. 20-30 жылдай мүмкін уақыт кетер дейді. Сол айтқан өзі көрген жоқ, бірақ мәселе шешілді. Сол кезде мен Әбіштің тек қана жазушы емес, ғұлама, алдын болатын болжайтын оқиғалар деп айтамын. Ал Әбіштің ауылда құрдастары болды, үлкен ағалары да болды. Солар айтады, мына жерде аудан бар, аудан дейтін су бассейн. Соған суға түсетін едік. Содан кейін қара балшығына аунап алатын еді дейді. Аунағанда үсті қара балшық болады ғой. Мен негірмін деп атып шығатын еді дейді. Бізді қорқытатын еді дейді. Біз қашатын едік дейді. Негір дегенді біз түсінбейтін едік дейді. Ол жаңа кітаптардан оқиды ғой. Негір, зәңгі дейді. Сонда ең соңында онданың мектебінде Әбіш оқитын кітап қалған жоқ дейді. Кітап жоқ дейді. Бір қағаз ұшып бара жатса газет, Әбіш жұмысын тастап, сол қағазды қуып кетеді. Ол қағазды осындай газеттің қиындысы сарғайып кеткен. Оқыса оқығаны, оқымаса қалады. Бірақ соны қуа береді. Не жазылған екенін білгісі келеді. Үлкен кісілер әңгіме айтып отырса, сабағын қалып, соны тыңдауға бар. Өте ізденімпаз, сондай болған. Ал бірақ жаңағы Әбіш доп ойнапты, Әбіш балалық басқа болыпты, төбелесіпті, бүйтіпті, сөйтіпті дегенді оның құрдастары көп айта бермейді. Соған қарағанда кішкентайдан бастап даналық санасына сіңген деп ойлаймыз. Әбіш атаның. Осы Онды ауылында Әбіш атамыздың мектеп бар. Сол жаққа барайық, сол туралы айтып беріңіз. Рахмет, айналайын. Бұл мектеп 1932 жылы алғашқы іргетасы қаланған. Мектеп Мырзайырда болған. Осы жерде Өңжер дейтін жерде болған, 2 жерде болған. Әбіштің оқыған мектебі қазір қазір былтыр атын берді. Әбіш Кекілбаев атындағы ағылшындық типпенен салынған ерекше мектеп. Ол мектепте балалар өте жақсы оқиды. Бұлай салыстырмалы түрде айтайын. 97 жылға, 98 жылғы балдар мектеп бітіріп атырғанда, ол кезде 125 балл, соның 125 балды алған осы Онды ауылының баласы. Келесі жылы тағы да болды, тағы да осындай 124 баланы алғаны, Маңғыстау облысында 120-дай ма екен, сондай мектеп бар. Соның шегін алғаны тағы да осы ауылдың баласы. Сол мектептен білімді болатыны, дарынды болатының оның бір себебі бар. Осы тұрған ауыл теңіз деңгейінен 357 метр биіктікте тұр. Теңіз деңгейінен де ең биік жері. Бұл салыстырмалы түрде айтайық. Саятөс дейтін ауыл бар. Қыр деп атаймыз. Соның биіктігі 225. Бұл айтқанда онан 125-130-дай биік. Маната дейтін жер бар. Одан Онды ауылы 80 метр биікте. Ақтау қаласынан 350 метр биікте. Шетпеден 180 метр биікте. Ең тошқы шыңы Маңғыстаудың осы жер. Маңғыстау облысында Онды ауылынан биік жер жоқ. Қысы салқын болады, боран болады, жазы салқын болады. Бұл жерде 6 ай мұз қатады. Балдар коньки ойнайды. Сосын көбінесе қар, қырау жатады. Табиғаты ерекше. Адам нәрді туған топырақтан алады. Нәрді? Тәрбиені өскен ортасынан ата-анасы береді. Тегі оның ата-бабаларынан дариды. Тағдырына Алла санасын береді, немесе аталарының
жеті атасынан бері қарата алған алғыстары менен адамға жасаған қиянаттары, қарғыстары санасына әсер етеді. Сондықтан да ана Әбіш атаңның осы туған жердің топырағын нәр алғаны соның да септігі болуы мүмкін. Мысалы, терезенің алдына отырғызып қойған гүл менен жерден табиғаттың шыққан гүлі екеуі екі түрлі. Ананың тамыры неден артық кете алмайды, шектеулі. Су құймасаң өліп қалады, әдемі болып тұрған. Ал табиғаттың нәрсе тереңге тамыры кетеді. Сол сияқты Әбіш атаңыздың да тамыры тереңге кетіп қалған. Сен де сондай Әбіш атаң сияқты қазаққа белгілі үлкен жазушы, үлкен әлемдік деңгейдегі журналистердің қатарынан боласың. Себебі сол Әбіш атаңды сұрап, Әбіш атаңның жолын қуып жүргеніңде саған біз ризамыз. Бәрі жақсы болады. Үлкен тауларға шығу кішкентай қадамдардан басталады. Сендерде мүмкіндік көп. Бірақ Әбіш атаның сол мүмкіндік жоқтан барқырап дәрежеде бұл кісілер бөлмейді. Таулар қасында тұрғанда биіктігі білмейді, алыстаған сайын басындағы бұлттар, биіктер көріне түседі. Сол сияқты Әбіш атаның дүниеден өткеннен кейін 20, 30, 40 жылда сияқты аңызға айналады. Аңызға айналады. Ең алғашқы сол Әбіш аталары туралы зерттеп жүрген топтың ішінде өздеріңізсіздер. Әлде Әбіш атаңыздың түгел жеткізу үшін ол үлкен дария, теңіз. Аға, Әбіш атам есімін және еңбектерін дәріптеу үшін әлде істелуі қажет өзіңіздің және халықтың ой пікірлері бар ма? Рахмет, орынды сұрақ. Әбіш атамыздың есімі бәрібір мәңгі қалады. Бірақ дегенмен оған құрмет ретінде жаңағы өзің айтқан Алматы қаласынан көше беріліп жатыр. Басқа қалалардан да көше берілуі мүмкін. Менің ұсынысым осы Онда ауылына Әбіш Кекілбаев ауылы деп есім бергенді қалаймын. Себебі Онды дейтін ауыл осыдан 5 шақырым жерде бөлек бұлақ бар, соның аты. Бұл жердің аты негізі Қызылтам, Тоқбайбұлақ деп аталады. Сондықтан да осы кімнің ауыл дегенде бұл Әбіштің ауылы дейді, Әбіштің туған жері дейді. Сондықтан да бұл Әбіштің ауылына беру. Ондай атақтар Мұқағали Мақатаев, Хамит Ерғалиев алдында, Тұрар Рысқұлов ауылы бәріне атақты адамдарға берілген. Сонымен бірге Ақтау аэропортына, әуежайына Әбіш Кекілбайұлы есімін беру керек деп есептейміз. Себебі Әбіш те әдебиеттің ең биік шыңында, қырағында жүрген адам. Және келіп жатырғанда да өте әдемі естіледі. Сонымен бірге балалар түсіну үшін, оқу үшін де Әбіштің шығармаларынан мультфильмдер шығарылып отыру керек. Және барлық балдарға Әбіштің даналық сөздерін жаттаудан жарыс ұйымдастыру керек, қызықтыру керек балдарды. Сонда оның әлемі бар. Оның шығармалары қазір Шыңырау, басқа деген кинолар түсіп жатыр. Ол әлемдік деңгейдегі үлкен философиялық ойларды ататын шығармалар. Соны балдардың санасына сәйкес, балдарды қызықтыратындай дүниелер жасау, ол үлкен кісілердің міндеті. Жақында ол бәрі де болады. Аға, Әбіш атамыздың кітаптарын мен қатарлы тіпті ересек адамдарға да түсіну қиын. Оны түсіну үшін не істеу қажет? Оны түсіну үшін, Әбіштан түсіну үшін, оны қызықтыру үшін кішкентай балдарға, мектепке бармаған балдардың өзіне де олардың аңыздары мен олардың әңгімелерінен мультфильмдер шығару керек. Айтайын деген ойы оның Әбіштің, одан кейін Әбіштің сөздері бәрі аудио болып айтылу керек. Және Әбіштің шығармаларынан кинолар
шығарылу керек. Олардың балаларға арналған түрінде қысқа нұсқа. Содан кейін барып балдардың оқуына, санасына сәйкес келетін де әңгімелерін бөлек шығарып балдарға сіңдіру керек. 3-ші класстың балдарына, 10-ші класстың балдарына, жоғарғы оқу орнының балдарына және сол салаға жүрген адамдарға деңгейіне қарай деңгейге қылып берілу керек. Мысалы, штангінде көтергенде, зілтемірді көтергенде де олимпиаданың чемпионының көтеретінін бізге бермейді, біз көтере алмай қаламыз. Бізге кішкентай бала, кішкентай басқасында. Сол сияқты әбіштің де білім деңгейінде әркімге сәйкес қылып беру. Оны да зерттеу керек. Тек қана әбішті оқыту екен деп, оның үркерін, елең алаңын, ұйқыдағы оянған аруын бәр балаға тықпалап қою балаға жалықтырып жібереді. Сондықтан да оны реттеу керек. Біз жаңа онда ауылына келе жатқан кезде бір нақыл сөздер жазылып тұрды тақтайшадан. Ол кімнің сөздері, және ол кімнің идеясы? Бұл Әбіш атаңның сөздері, Әбіш атаңның есте қалдыру үшін, сол осы ауылдың азаматтары сол Әбіштің сөздерін әр шақырым сайын, кіре берген сайын жазып қалдырып отыр. Мысалы, бағалай білмеген елге бақ қонбайды дейтін сөз бар. Қуана білмеген елге құт дарымайды дейтін сөз бар. Тәуелсіздіктің қадірін біл дейтін басқа да сөздері бар. Сол бәр сөздері бірінші көзге көрініп, оқылып, жадына сақталып қала беру керек. Ондыға келгенше абыздың ауылына келгенге дайындық болу керек. Сондықтан да бұл тек қана онда ауыл емес, бәр ауылға да сондай өнеге болатын дүниелер керек, жасалады. Бәріне де сөйтеді. Жәнібек аға, сұхбатымыздан азғантай болса да, әртүрлі үшін мен тақырыптан бөлек қызық сұрақтар қояйын. Қойыңыз. Өзіңізден аумайтын, егізіңіздей түрі ұқсайтын адаммен дос болар ма едіңіз? Мен барлық адамдармен дос болуға тырысам. Себебі өзіме дұшпандық жасайтын адамдармен де сол дос болуға тырысу керек. Жауласа берсең, жау да көп, дауласа берсең, дау да жоқ. Кең күшік болсаң, кемдік жоқ дейді. Бұл да біздің таныларымыздың, соның ішінде Әбіш аталарымыздың сөздері бар. Сондықтан да мен өзімнен ауылмайтын адам болса, дос болуға және құрдастарымды, басқаларымды әзілдеуге ондайларды мен жақсы, тиімді пайдаланар едім. Сенің орныңа өзімнің ауылмайтын адамды сұхбат беруге де жіберіп қойып, сені бір нағашы, қарындасым деп сені күлдіріп алар едім. Сіз жаман адам мен жақсы адамды қалай айырасыз? Жаман адамның жақсылығын, жамандығын білу үшін онымен дос болғанда сапарлас болу керек. Жол жүргеннен кейін достыққа жарай ма, жарамай ма көрінеді. Бірінші көрінеді. Екіншіден, оған қарыз беріп, басқа қаржылық жағынан, басқа да жағынан араласуың керек. Оны басыңа іс түскенде сыналу керек. Қуанғанда, қорқынышта сөз бар. Бұқар жыраудың сөзі бар. Тауық көп, тары бидей шашқан жерде, екінің бірі мырза асқан жерде, жаманға жазатайым ісің түссе, жабысып қалар екен аспан жерге дейді. Сондықтан да ал Мұхаммед Әли айтады, мен чемпион болғанша, әлемді мойындатқанша, елдердің бәрі мені таныды дейді. Ал мен бокстың қойғаннан кейін, аз айтқаннан кейін, мен достарымның кім екендігін таныдым дейді. Сондай нәрсе болады. Ал онда мектепке барып қайтайық. Барсақ, барып қайтайық, айналайын. Мынау Әбіш атаңның мектебі, мектептің аты Әбіш Кекілбайұлының атындағы мектеп деп аталады. Орта мектеп, 11 жылдық. Бұл мектепте
Бұның дәл осы мектебіміз, осы мектептің негізінде әбіш атаңызда оқыған, биыл 80 жылдыққа дайындалып жатыр. 250-дей бала оқиды, және ең үздік балдар 3-4 жыл қатарынан Маңғыстау облысындағы ең жоғарғы балды осы онды мектебінің балдары алып отыр. Онды мектебінің балдарының, оқу бітірген балдарының 90% грантқа түседі. 90. Ондай мектептердің ішінде ондайлар өте аз. Себебі әбіш аталарының жасап жатқан мектебі бұл жерде жаман оқуға ешкімнің құқы жоқ. Сонда оқушылар әбіш атамыздың мектеп болғандықтан жігерленіп оқи ма, әлде ұстаздардың жігерлігі ақыл ойымен грантқа түсіп орында алып жүргені ма? Бұл бәрінде бар. Себебі міне жерде ең биік жер, Алланың ерекше нұры сәулесі түсіп тұрған жер, ең биік жер. Нұр аспаннан түсетін болса, Маңғыстауда ең бірінші ауылға түсетін болса, осы ауылға түседі. Екіншіден, әбіш атамыздың оқыған мектеп болғаннан кейін, оның қасиеті үрейі бар. Үшіншіден, мұғалімдері сол Әбіш Кекілбаев атындағы мектепке лайық болу үшін барлық күш жігерін салады. Үшіншіден, оның балдары сол Әбіш Кекілбаев атасындай болуға еліктейді, және соны мақтан тұтады. Әбіш Кекілбаев атасындай мектебінен шықтым, нашар оқыттым дегенге ұялады. Сондықтан да осы мектепте өте жақсы оқиды. Осы мектептің дизайны өте әдемі екен. Ол кімнің идеясы? Бұл 2009 жылы осы Әбіш атаңыздың 70 жылдық болды. Ол кезде Әбіш атаңызды тірі еді. Сонда облысты басқарған Әбіш Көшербаев, Қырымбек Көшербаев дейтін әкім болды. Сол осы яқтан дизайнерлерді бәрін шақыртты, талдады. Қандай қайтсек ерекше мектеп болады. Сондықтан Англияның мектептерінің алып, соған еліктеп, олардың көшірмесі емес, қазақ нақышта беріп, осындай мектеп қылды. Мен сізге бір сыр айтайын ба? Айтыңыз. Осы оқушылар Әбіш Кекілбаев атындағы мектептен грантқа түсіп, жақсы орындар алып жүрген үшін менің әкем қаладан осы ауылдағы мектепке мені бергісі келеді. Өте орынды, сен қалада да, ауылда да оқысаң өте жақсы боласың. Және сен ұлттық тәрбиені бәрін сыңдырып аласың. Сен тек қана оқып қоймайсың, сен қазағымыздың асырап келе жатқан 1000 жылдық тарихы бар. Қойды айдап, жайып, қозымен ойнап, түйені көріп, оны сауып көріп, атқа мініп, сенің папаң да сөйтіп ауылда өсті, ауылда каникул кездерінде ауылда болды. Сонда көп қасиеттер сол ауылдан келді. Сен де оқуыңа толық болады. Мектебіміз есігі саған ары ашық айналайын. Бақытты бол.